мектеп бітіргеннен кейін Московский экономико-статистический институтқа барып, экономический кибернетика деген пәнді оқыды. Ол кезде кибернетиканы ешкім түсінбейді. Маған жолдастарым айтатын, бұл не білем бұл кибернетика деген? Не агроном болмайсың ба, не болмаса зоотехник болмайсың ба? Кибернетика заманы қазір болып жатыр, өздеріңіз көріп отырсыздар. Көніге төңірегіміздің бәрі компьютер, даже қалталарыңызда компьютер қазір. Сол оқығанда осы шаянда алған білім жетті соған бәрі. Математикасы да, басқа пәндерде. Сондықтан біздің қолымыздан келеді. Енді біздің қазір қойып отқан менің мақсатым осы облыстан жаңағы жоғарғы сыныптардан балдарды оқуын одан ары күшейтіп, дарын мектептерін көбейту керек. Дарын мектептерін. Мұғалімдердің өздерін оқыту үшін осы жерде методический центр болады. Әр ауданда қазір бизнестерді тартып жатырмын. Төле би ауданында жаңағы BI деген компания арнайы мектеп салады. 200 арнайы мұғалімдерді алып келеді. Сөйтеді жоғарғы сыныптарда оқытып, университеттерге дайындайды. Болашақ сияқты отдельный программа бұл. Бір бизнесмен. Соны көрсе, мен ойлаймын, барлық адамдарда сондай мектеп болады деп. Оған біз қолымыз жетеді. Өйткені университеттерге біз адамдарды дайындауымыз керек. Тілді үйретуіміз керек, 2-3 жыл. Басқа пәндерді күшейтіп оқытсақ, мен ойлаймын, бұл облыстан талай жақсы кадрлар шығады. Сондықтан менің жеке басым өзі, барлық любой кез келген адам өз ұстаздарын өте биік құрметтейді. Сондықтан ұстаздарымызды биік ұстап жүрейік, құрметтейік. Мерекелеріңіз құтты болсын. Амандық, саулық тілеймін сіздерге.